Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі рецепт сіздерге ас атасы нан жасау үлгісімен бөліскім келіп отыр. Оның ішінде нанның төресі тандыр нан. Үй жағдайында қалада тұрсақ та, ауылда тұрсақ та тандырымыз бар ма жоқ па, тандырдың нанын, күлшесін, әсіресе самсасын, жалпы тандырға піскен барлық тағам өте дәмді болады. Соны үйде өзім жасап көрдім. Сол рецептпен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге аздап қана маргарин 50 грамм жеткілікті, 2 ас қасық шекер, 1,5 шай қасық тұз, жарты пияладай сүт және 350-400 грамм су. Суымыз ыстық болып кету шарт емес, жылыдан шамалы ыстық болуы қажет. Шамалайсыздар. Өте нанның көлеміне қарай ғой. Аз істесеңіздер, құрамын аз салсаңыздар болады. Көп істеймін десеңіздер, көп жасасаңыздар болады. Жалпы қатып қалған қағидасы жоқ. 1-2 уыс ұн тастап жібереміз да салмамыздың үстіне. Ұнның үстіне дрож саламыз, яғни ашытқы. Себебі суымыз шамалы ыстықтау. Ыстық суға дрожды салсаңыздар, пісіп қалып, қамырларыңыз көтерілмей қалады. Сол себепті ұнның бетіне салған дұрыс. Және тандыр нанның қамырының сыры, былайша айтқанда фишкасы, қамыр қатты болу қажет. Егер қамырларыңыз бос болып қалатын болса, наныңыз тандырдан ағып кетеді, яғни тұрмайды қазанда. Біздің бұл жерде айтып тұрған тандырымыз қазан. Барлық үйде табылатын кәдімгі алюминиевый қазан. Қамырдың илеуін жақсылап қандырып алыңыздар. Илеуі қанғаны тостаққа жабыспайтын болса, ол деген сөз қамырдың илеуі жақсылап қанды деген сөз. Бетін жауып, жақсылап жылы күйінде орап қоямыз. Егер қамырыңыз көтерілмейді деп қорқатын болсаңыз, астына тостақпен жылы су қойсаңыздар, жақсы тез уақытында көтерілетін болады. Мен ондай қоймай-ақ қамырым 2 сағатта әдемі болып ашып берді. Мінекей, өзінің көлемінен 2-3 есе жоғарылайды. Қамырды жазық дастарханның үстіне жайып, өздеріңізге ұнаған бөлікке бөлесіздер. Мен бұл жерде күлше нан жасағанды тәуір көрдім, және үлкен наннан 2, күлше наннан 4 жасайтын болып шештім. Жалпы қазанға пісіруге қорықсаңыздар, әсел пешті пайдалануға да болады, бірақ қазанда піссе, кәдімгі тандырда піскендей болып шығады. Айырмашылығы шамалы білінеді. Енді әркім өзінің үйренгені қалауы бойынша. Қамырды жақсылап өзімізге ұнаған бөліктерге бөліп болғаннан соң, жақсылап зуала жасап аламыз, біріктіріп, біркелкі, жылтыр, гладкий болады, былайша айтқанда. Міне, зуалаларымыз дайын. Күлше нандарымыз 4, 2 үлкен, 2 кіші нан шығатын болды. Және нан жасағанда шеттерін баспаймыз. Жай ғана ортасынан саусақтың алақанның көмегімен және бір-біріне соғу арқылы қамырды шамалы босатып, ортасын ғана басамыз. Видеода көріп тұрғандай нанның шетін баспаймыз. Тандыр нанның ерекшелігі де сол. Бізде арнайы тандырдың соққыш темірі жоқ. Оның орнына вилканы, шанышқыны қолданамыз. Ортасын жақсылап тесіп шығамыз, көптеу етіп. Тесігін көп, мол ғып тесе беріңіздер. Ода тұрған ештеңе жоқ. Міне, барлық нандарымызды осылай жасап, мата дастарханның үстіне қойыңыздар. Егер де пленка дастарханның үстіне қоятын болсаңыздар, қамырларыңыз жабысып қалады. Барынша ұрпақ сеппеңіздер.
ұрпақ себілген қамыр дұрыс жабыспай қалады. Бір дана жұмыртқа қажет болады. Ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып аламыз да, ақ уызын жазықтау тәрелкеге салсаңыздар жөн болады. Ал сары уызына сұйық май немесе сүт қоссаңыздар да болады. Жақсылап щетканың көмегімен араластырып аламыз. Сары уызын нанның бетіне, ал ақ уызы бізге кейіндеу керек болады. Міне, нанның бетіне біркелкі жағасыздар. Егер де сары уызын кәдеге жарата алмасаңыздар, табылмай жатса, жалпы тек қана айран жақсаңыздар да болады нанның бетіне. Сары уыз өте нанды жұмсартады, қызартады, жұмсақ етіп босатады. Сары уыздың да өзіне тән пайдасы, қасиеті бар. Міне, нанның барлығын бетіне сары уыздарын жағып алдық. Достар, егер сіздер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Комментарий бөліміне өз ойларыңызды жазып, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Сіздердің көпшіліктеріңіз менің каналымды, видеоларымды тіркелмесі көреді екенсіздер. Тіркеле кетіңіздер, сол кезде мені жоғалтып алмайсыздар. Мен сіздермен әркез рецепт бөлісуге асығып отырам. Міне, нандарымыздың бетін әсемдеу үшін кунжут және қалауларыңызша мак сепсеңіздер болады. Кунжутты алдын ала қуырып алсаңыздар да болады. Жай ғана табаға ешқандай май ештеңе қоспай-ақ, жалпы кунжуттың өзін солай қуырып алсаңыздар да қып-қызыл болып дәм береді. Мен олай жасаған жоқпын. Жай ғана дайын күйде өзін себе қойдым. Қазанымызды алдын ала қыздырып аламыз құрғақ күйінде. Астына алдын ала алып қойған жұмыртқамыздың сары уызын щетканың көмегімен айналдыра барлық жеріне тиетіндей қылып жағып шығамыз. Және қызып тұрған қазанға жабыстырамыз. Егер қазаныңыз қызымай тұрған болса, жабыспай әбірждеп, сол себепті жақсылап қыздырып алыңыздар. Қақпақты да астына алау қойып қыздырыңыздар. Қазанның бетін жауып қойып қыздырғанмен қақпаққа қызуы жақсы бармай қалады. Және 1-2 ас қасықты толтырып тұзды қазанның астына сала қоямыз. Ол күйіп кетпеуге көмектеседі. Мінекей, әр 10 минут сайын нанды осылай ашып тұрамыз, ауа кіргізіп тұрамыз. Қазанның алауға жақын жағы наны шамалы күйуі мүмкін. Ол ештеңе етпейді, себебі бұл тандыр емес, қазан ғой. Түбі отқа жақындау болып қалады. Міне, нанымыз осымен даяр. Дастарханға тартып, керемет сары маймен жағып тұрып берсеңіздер балаларға, үлкен кісілерде, жас балалар да сүйсініп жейді. Әсіресе бала күнімізде анамыз тандырға нан жапқан кезінде бір нанды майдалап турап, сары майға араластырып, мұжып-мұжып берген кезінде оны керемет өзінше дәмі болады. Оны жұлманас деп атайтын еді. Ас болсын, достар.